Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Әйгерім үй жағдайында пеште пісірілетін пәтір нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ол үшін бізге құрғақ ыдысымыз қажет болады. Құрғақ ыдысымызға сүтімізді құямыз, ыстық болу керек сүтіміз, және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды салатын боламыз. Сары майымызды салып, жақсылап араластырып, ерігенше араластырып алатын боламыз. Мен бұл рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Кіріп қарасаңыздар болады. Сары майымызды жақсылап ерітіп алдық. Енді оның үстінен салқын суымызды құятын боламыз. Салқын суымызды құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Және де оның үстінен қантымызды, қамыр қосқышымызды және де аштығымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз еру қажет ішінде. Енді ұн илегіштен өткізілген ұнымызды салып, алғашында бенчиктің көмегімен араластырып алдық. Қамыр қоюланғанша бенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді кәдімгідей қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз иленді. Жақсылап қамырды илеп алдық. Енді оны 10-15 минутке бөлек бетін жауып алып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. 10-15 минуттен көп болған қамырымыз дайын болды. Енді оны теңдей екі бөлікке бөлетін боламыз. Теңдей екі бөлікке бөліп алатын. Осылай әдемі болып бөлінетін болады. Менен бұл рецептпенен 2 нан шықты. Біреуін алып қойып, біреуін жаятын боламыз. Пешке салу үшін жақсылап басып, ортасынан шет-шетін қалдырып жаятын боламыз. Ортасын жақсылап жұқартуымыз қажет. Ортасын жақсылап басып жұғартып алдық. Енді оны вилканың көмегімен ортасын барлық жерінен осылайша тесіп шығатын боламыз. Сонда пәтір нанымыз әдемі көрінетін болады. Ортасының вилканың көмегімен тесіп алдық. Енді үстінен жұмыртқамызды жағып аламыз. Барлық жеріне жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Жұмыртқамызды жағып алдық. Енді мен үстіне күнжіт септім. Күнжіт сеппесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз. Сәндік үшін мен күнжіт септім. Пешке 180 градусқа салып пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.